Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз interrogative pronouns. Оның ішіндегі this, that, these, those. Бұл енді demonstrative pronoun, бұл бөлек тақырып, оны қазір келгенде сіздерге түсіндірем. Енді бізде алдыңғы сабақта students book'та interrogative pronoun'ды өткенбіз, ол сұрау есімдігі. Әр сұрау есімдігінің қандай рөл атқаратынын және де аудармасын барлығын біз білдік. Енді бүгінгі бізде page number 11 from their workbook'тың ішіндегі 11-ші бет. Okay, the first interrogative pronoun, exercise number 1. How, many, where, what, who, when, how. Мына кестенің ішіндегі сөздерді біз мынау берілген сызықтардың орнына біз тиісті сұрау есімдігін қоюымыз керек. Және де соған қатысты жауапты табуымыз керек. Тиісті жауабын тауып жанына жазуымыз керек. Okay, the first. Біріншісінде, where are you from? Сен қайдан боласың? Бұл жерде where қолданып қойған. Бұның жауабы қалай болады? Okay, Canada. B. Яғни сен қайдан боласың? Canada. Канададан боламын. B жауабы. Okay, екіншісі. What's your name? Сіздің есіміңіз кім? What's your name дегенге қандай жауап болады? Әрине, A нұсқасы. Robert. Атым Роберт. Үшінші. Who's your favorite actor? Сіздің сүйікті актеріңіз кім? Who болады. Үшіншісіне жауабы. George Clooney. И нұсқасы. Төртінші. How old are you? Жасыңыз нешеде? How жауабы болады. Ал оған тиісті жауап төртіншісіне 12. F нұсқасы. Окей, бесінші. When is your birthday? Сіздің туған күніңіз қашан? When қойдық. Жауабына D нұсқасы. 10th November. 10-шы қараша. Окей, алтыншы. How many brothers and sisters have you got? Сіздің қанша сіңіліңіз және ағаларыңыз бар? Бұл жерде how many болады. Жауабына C нұсқасы 2, 2. Окей, келесі. Exercise number 2. Бұл жерде complete the quiz questions, then choose the correct answers. Берілген сұрақтардың жауабын табуымыз керек, және де сызықшаның орнына сұраулы есімдіктерді қойып шығады екенбіз. Okay, the first. Where is your footballer Lionel Messi from? Лионел Месси қай жерден болады? Жазып қойған. Жауабына A нұсқасы болады, Аргентина болады. Екінші, how old is your sport of basketball? Сіздің жерде баскетбол, яғни спорттың ішіндегі баскетбол түрі қанша жыл болды бұның пайда болуына? Қанша жыл болды? Жауабы C нұсқасы 120 years old. Яғни C нұсқасы болады. Үшінші, when is your Wimbledon tennis tournament? Бұл жерде Wimbledon теннистің қай уақытта болады дейді. Жалпы әдетте жыл сайынғы болатыны ол июнь айында немесе июль айында, маусым немесе шілде. Біз бұл жерде енді мына жерде июль болмаған соң июньді таңдадық. B нұсқасы June. Төртінші, what is the name of the Manchester United football stadium? Жауабы, төрттің жауабы Old Trafford болады. C нұсқасы. 5. Бесте. Who is the sister of tennis player Venus Williams? Жауабына 5-ке Serena болады. A нұсқасы. 6-ға how many players are in a basketball team?
жауабына 5. B нұсқасы болады. Окей. Next. Exercise number 3. Complete the questions, then write answers that are true for you. Бұл жерде әдеттегідей біз interrogative pronoun сұраулы есімдіктерін қойып шығамыз мағынасына қарап әрине, және де сұраққа жауап береді екенбіз. Exercise number 3. Okay, the first. What is your name? Мәселен, мен жауабын My name is Алия. Екінші. When is your birthday? Жауабына My birthday is the 3rd of June. Үшінші. What is your favorite color? Жауабына My favorite color is white. Төртінші. Who is your favorite pop star? Жауабына My pop star is Madonna. Бесіншіге. How old is your best friend? Жауабы He is 15. Соңына How many CDs have you got? I have got 10 CDs. Мысалға жауабына кетті. And next. Okay, next exercise number 4. Бірақ бұл жерде төртінші тапсырманы бастамас бұрын бізде мынау demonstrative pronoun сілтеу есімдіктері келіп тұр. Бұл нәрсені бір түсіндіріп айтып кетейін. Қысқаша кішігірім тақырып болып келеді бұл. Яғни бұл жердегі берілген сілтеу есімдіктері, жалпы сілтеу есімдіктері дегеніміз не? Заттың сілтеп нұсқап тұратын сөздерді айтамыз. Сол, анау, бұл, мінекей деген сияқты. Енді бұл жерде 4 түрлі сілтеу есімдіктер өздерінің әрқайсысы атқаратын рөлі бар. Бұл айтқанда this, that, these, those. Яғни this деп қысқаша айтатын болсақ, бұл жердегі, яғни бұл жекеше түрдегі зат есімді сілтеп тұрады, бірақ жақын жердегі тұрған затты айтады. This. That бұл да жекеше түрдегі айтады, бірақ алыстағы тұрған затты нұсқап тұрады. Бір затты нұсқап тұрады. Алыста тұрған затты. That, сол, анау деген сияқты. Келесі this. Бұл жердегі this деп созылыңқ айтатын сөзіміз бұл жердегі. Бұл көпше түрде қолданады, бірақ жақын жерде тұрады. Бұл да көпше түрде тұрған затты. Керісінше ал those деген есімдігіміз бұл жерде, бұл да көпше түрде, бірақ алыс тұрған затты нұсқап көрсетіп тұрады. Окей, exercise number 4. Мынау нұсқасын қарастырып көрейік. Суретпен жұмыс жасауымыз керек. This is my new friend, George. Мына тұрған бізде өзін досын таныстырып тұр екен. Бұл менің жаңа досым, аты Джордж деген сияқты. Енді бұл жерде жақын жердегі тура ұстайтын, жаңағы қасындағы тұрған зат ұстай алатындай көрсетіп тұратын зат, жаңағы адам болсын, зат болсын, мінекей бұл жерде жақын тұрғандықтан, көпше түр емес, бірақ адам тұрғандықтан бұл жерде this деп осы сілтеу есімдігін қолданып тұр. Окей. The first. Camera is very expensive. Мынау камерамыз бізде жақын жерде емес, алыста тұр. Жекеше түрде тұр. Сондықтан біз бұл жерде нені қолданамыз? That сілтеу есімдігін. Сол кезде that camera is very expensive. Сол тұрған камера өте қымбат екен деп тұр. Окей, екінші. Бұл жерде қараңыздар, суретте қыз екі досын таныстырмақшы, атын айтып. Жақын жерде тұр, қараңыздар. Бірақ көпше түрде екі адам болып тұр. Сондықтан біз these дегенді алдық. Мінекей, these. These are my friends Jessica and Kate. Бұлар менің достарым, олардың аттары Джессика және Кейт деп таныстырып тұр. Окей, үшіншісінде бұл жерде затты қолына ұстап, мінекей деп көрсетіп тұр, Сонда computer game is very good. Бұл компьютер ойыны қолындағысы өте жақсы екен деп айтып тұр. Және бұл жерде біз жекеше түрде тұрған, жақын жердегі ұстап тұрған, көрсетіп тұрған затты, нұсқап тұрған затымыз бұл жерде, яғни this қолданамыз. This computer game is very good болады. Окей, төртінші. Photo is really cool. Қараңыздар, бұл жердегі бір ғана фотоны айтып тұр, яғни суретті, және де ол алыс жерде тұрған зат.
нұсқап көріп тұрсыздар ғой. Сондықтан бұл жерде алыс тұрған жекеше түрдегі болса photo, онда that болады. That photo is really cool. Сол тұрған фото, сурет өте әдемі деген сияқты. Да? Ары қарай. Бесінші, соңғысы. Қараңыздар, бұл жерде де алыста тұрған адамдарды нұсқап тұр екен. Бұл жерде бірақ көпше түрде тұр. Сонда boys are from my school. Сол балалар менің мектептегі балалар болып табылады. Яғни менің мектебімнен деген сияқты. Бұл жерде яғни әрине those болады. Those boys are from my school. Окей. Сонымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазуларыңызды қалдырып, мен міндетті түрде жауап беремін сіздерге. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.